Алла жіберетін бәленің ең жаманы. Мұса пайғамбардың қауымы надандықпен күнәлі істерді көп жасап, Алланың алдында айыпты болады. Алла тағала оларға наразы болып Мұсаға: «Ей Мұса, қауымыңа ескерт, 3 түрлі бәле жіберемін. Біреуін таңдасын. Біріншісі зұлмат, ашаршылық, екіншісі індет, үшіншісі елдің ынтымағын жойып, бір-бірімен алауыз қыламын. Біреуін таңдап, 3 күннен соң жауабын беріңдер» деді. Мұса еліне келіп, Алланың қаралы хабарын жеткізеді. Ел жұрт мұнаны естігенде төбелеріне жай түскендей болды. Ақсақалдар жиналып кеңес құрды. Есеңгіреп қалған ақсақалдар алғашында алауыздықты таңдады. Құдай ашаршылықпен емі жоқ аурудан сақтасын деп шуласты. Сол кезде бір абыз: «Алла ашаршылық жіберсе, бәріміз қырылып қалмаспыз. Талқаны таусылғандар тағдырын Аллаға тапсырсын. Тірі қалғанның тұқымы тірілер, орнында бар оңалар. Індет жіберсе де, Алла барлығымызды түгел қырмайтын сыңайлы. Бәрібір қарттардың бәрі өледі, жастардың ажалдысы өледі. Алауыз болсақ бәледен көз ашпаймыз. Отбасы ала болса кереге басы сайын бір бәле деген. Ел іші ала болса жау шаппай-ақ, дауыл тұрмай-ақ құримыз. Жиған малың ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетеді. Ұлымыз құл болар, қызымыз күң болар. Санымыз аз болсақ та саз болып, жұмылған жұдырықтай бір ауыздан Алла қалаған 2 апаттың бірін қарсы алып төзейік. Бетеге кетсе бел қалар, беттер кетсе ел қалар, берекең кетсе нен қалар» деп тоқтау салды. Сонда ғана ақсақалдар ес жинап осы байламға тоқтапты. Мұса қауымының таңдауын Аллаға жеткізді. «Ұлық Алла, қауымың дұрыс таңдау жасады. Елдің бірлігі мен ынтымағын таңдаған үшін мен оларды кешірдім. Енді ешқандай апат жібермеймін» деді. Осыдан бастап халық арасында елдің ынтымағын ойламаған адам Алланы бір деп танымайды деген тәмсіл сөз тарапты.